Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Біз қазір сіздерге қалай жай көбейткішке жіктеу керек? Жай көбейткішке жіктеу. Жай көбейткішке жіктеу. Және ең кіші ортақ еселігі ең үлкен ортақ бөлгіші. Мысалға бізде натурал санды біз бөлгенбіз, е? Неге бөлдік? Натурал санды біз бөлдік. Жай сан 1 және құрама сан деп бөлдік. Солай ғой? Құрама. Жай сан дегеніміз не еді? Бірге және өзіне бөлінген сандар, е? Бұның екі ғана бөлгіші бар, е? Екі ғана бөлгіші бар. Ол бір және өзі. Бір және өзі. Олар 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 сияқты сандарымыз. Олар жай сандар. Бір жай санға да, құрама санға да не істемейді? Кірмейді. Егер сан жай болмаса, оны құрама деген сөз, е? Мысалға 4, 10, 12, 24 деген сияқты. Олар 2-ден көп бөлгіші бар. Мыналардың 2-ден көп несі бар? Бөлгіші бар. 2-ден көп бөлгіші бар. Жақсы ма? Енді қараңыздар, бірінші не істейміз қазір жай көбейткіші жіктеу. Мысал үшін 26 деген сан болса, жай көбейткіші қалай жіктейміз? Мұны сызық сызамыз. Сосын ең кіші жай сан біз 2. 2-ден бастаймыз, егер 2 бөлінсе. 2 бөлсем 13. 13-тің өзі жай сан. Тағы 13-ке бөлем. Ол 1. Міне, сонда 26 деген санды, ол 2 көбейту 13 десек болады. Мынада жай сан, мынада жай сан. Мыналар көбейткіштері. 2 мен 13 көбейткіштері. Мына қандай? Жай көбейткіштері. Мысалы үшін бізде 40 деген сан болсын. 2 бөлек 20, 2 бөлек 10, 2 бөлейін 5. 2 енді 5 бөлейін, 5 5-ке бөлейін. Жай сан 5. Бірінші 2-ден бастаймыз. Егер бөлінсе. Немесе 3, бұлай қарай бастан бастап кетеріміз. 2, сосын 3, сосын 5, сосын 7, и так далее, арғарай кете береміз. Мысал үшін 96. Мысал енді 40 деген сан қалай болды? 40 деген санымыз 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 5 болды, е? Сұрақ бұлай болуы мүмкін. Жай көбейткішке жіктедік, жақсы. Неше түрлі? Сұрақты қараңыздар. Неше түрлі жай көбейткіші бар? 2 түрлі. 2 және 5. 2 түрлі. Неше жай көбейткіші? Жалпы жай көбейткішінің саны 4-еу, соны 2 түрлі. 2 мен 5 деген сияқты. Осында 2 түрлі сұрақ келуі мүмкін. Сол үшін мұқият мән беріңіздер. Жарай ма? Жай көбейткіш жіктеу түсінікті болды, е? Енді қараңыздар. Осы жерде ең кіші ортақ еселігі, ең үлкен ортақ бөлгіш деген сөз бар. Мысал үшін 12 мен 8 деген екі санға не табу керек? Ең кіші ортақ еселік. Значит, 12 мен 8 ең кіші болу керек. Ортақ деген екеуіне тиісті болу керек. Және еселі. Енді қараңыздар, еселі деген сөз не ол? Мысалға, 3-ке еселі сандар 3, 6, 9, 12, 15. Е? 3-ке бөлінетін сандар деп қарауға болады. Түсінікті ғой, е? Мұла еселі сандар. Ал мына жерде қараңыздар, ең үлкен болу керек, ортақ болу керек екеуінен, және бөлгіш. Бөлгіш деген не ол? Мысалы 40 деген санның бөлгіштері қандай? 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5, 8. Міне, мұналар қандай? Бөлгіштер. Еселі болғанда ең кішісі өзі болады, арғары несе көбейіп кете береді. Ал бөлгіштері ең үлкені өзі, арғарай не болып кетеді? Мына жерде ең кішісі өзі, мына жерде ең үлкені өзі. Түсінікті ғой, е? Бөлгіш деген 40 бөлінетін сандар. Түсінікті ғой, еселі мен
бөлгіш дегеннің айырмашылығы түсінікті болды, иә? Енді қараңыз, бізде қазір 12 мен 8-ге не табу керекпіз? Ең кіші ортақ еселік. Мысалға 12. Еселі сандар 12, 24, 36, 48, ары қарай. 48-дегі мысалға 60 деген сияқты кете береміз. Енді 8-дегі 8, 16, 24, 32 кете береді. Енді ең кіші ортақ екеуіне де болу керек еселік. Мынада еселі сандар 12-нің, мынада 8-ге еселі сандар, екеуіне де ортақ бізде не бар? 24 бар. Иә? Одан кейін еселі сандар бізде, мына жерде қазір 40, сосын 48. Мынада 48, 48, екеуіне де еселі, екеуіне де ортақ, бірақ соның кішісі керек. Кішісі деген не? 24 керек деген сөз. Енді қараңыздар. Ең үлкен ортақ бөлгіш. 12-нің бөлгіштері 1, 12, 2, 6, 3, 4. Ал 8-дің бөлгіштері 1, 8, 2, 4 болды, иә? Ең үлкен ортақ бөлгіш бізде екеуіне ортақ, бізде 4 бар, иә? Мына жерде 2 де бар, бірақ одан да үлкені 4. Значит, ең үлкен ортақ бөлгіш 4, ең кіші ортақ еселігі 24 екен. Енді есептерде осылай есеп берілсе, сіздер әрқашан осылай жазып отырмаймыз ғой, иә? Оның қандай оңай жолы бар, иә? Енді қараңыздар, біз не істейміз қазір? Біз 12 мен 8-ді жазайық. 12 мен 8-ді жазайық. 12, 8 сызайық. Одан кейін жай нелерге көбейткіші жіктейік. 2-ке бөлеміз 4, 6. 2-ке бөлеміз 2, 3. 2-ке бөлсем 1. Мына жер 3 2-ке бөлінбесе қайтан жазам. Сосын қайта 3-ке бөлем 1, 1. Енді қараңыздар. Ең кіші ортақ еселігі деген сөз, мына шыққан сандардың барлығын істейміз, барлығын көбейтеміз. Барлығын етеміз, көбейтеміз. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш десе не істейміз? Ал ең үлкен ортақ бөлгіш болса не істейміз? Галочкаларды көбейтеміз. Галочка деген не? Мысалға 12-де 8-де 2-ке бөлінді ме? Иә. 6-да 4 2-ке бөлінді ме? Иә. 3-те 2-де 2-ке бөлінді ме? Жоқ. 3-те 1-де 3-ке бөлінді ме? Жоқ. Міне, я деген галочкаларды 2-ні көбейтеміз 2-ке 4 шықты. Мына барлығын көбейтеміз. 2-ні көбейтеміз 2-ке 2 және 3-ке. Не шығады? 8, 24. Міне балалар. Бағанада біз не шықты? 24 пен 4 шықты, иә? Қазірде не шықты? 24 пен 4 шықты. Енді басқа санды алып көрейік. Иә? 15 пен 10-ды алып көрейік. Сосын сандарды үлкейте береміз жаймен. Қараңыздар. Мына жерде міне 10 болсын, мына жерде міне 15 болсын. 2-ден бастайық, өйткені мына 2-ке бөлінеді. Мына жерде бөлінбесе қайтан жазам. 3. Өйткені мына бөлінеді. Мына жерде қайталанбайды, бөлінбейді. 5, 1, 1. Ең кіші ортақ еселігі менде болды неше? 2, 3, 6 және 30 болды, иә? Ең кіші ортақ еселігі сол ортақ бөлім деп те қарауға болады. Ортақ бөлім. 15 пен 10 ортақ бөлімі неше? 30, иә? Ал кеттік, ең үлкен ортақ бөлгіші галочка керек. 10, 15, 2-де 2-ке бөліне ме? Жоқ. 5, 15, 2-де 3-ке бөліне ме? Жоқ. 5, 5, 2-де 5-ке бөліне ме? Иә. Бір ғана галочка болса, ол сол санның өзі. Ал егерде ең үлкен ортақ бөлгішінде галочка болмаса не істейміз? Галочка болмаса жауап 1 болады. Түсінікті ғой, иә? Галочка болмаса не болады екен? Жауап 1 болады екен. Ал енді басқа сандарды алып көрейік. Болсын бізде неше? Бізде болсын 45 пен 72 болсын, иә? Кеттік. 2-ке бөлеміз 36,
мына 2 бөлмейді, қайтадан жазам. 2 бөлеміз 18 бөлмейді, қайтадан жазам. 2 бөлеміз 9, мына бөлмейді, қайтадан жазам. Енді 3-ке бөлінеді екеуі де. 3, мына жерде 15. Тағы 3-ке бөлем 1, 15. Тағы 3-ке бөлем 5, 1. Енді 5-ке бөлем 1, 1. Осы 1-1-ге дейін есе керек, жетуіміз қажет. Түсінікті, иә? Значит, біз ең кіші ортақ есе барлығын көбейтеміз. Сонда мына барлығын 8, мына 27. Мына 2-ден 3-ін көбейтсек 8, 27 көбейтеміз еще 5-ке. Сонда 5-ті көбейтеміз 27-ке, көбейтеміз 5-ке. Мұны 2-ні көбейтсек 40, иә? 40-та 27 көбейтетін болсақ, 80, 56, 136, 1 0 бар. Міне. Ең үлкен ортақ бөлгіш бізге не керек? Галочка керек, иә? 2-ді 2-ге бөлді ме? Жоқ, жоқ, жоқ. 3-ке 2-де бөлді ме? Иә. 3-ке 2-де бөлінді ме? Иә. 3-ке жоқ, жоқ. Сонда 9. Міне. Жалпы, міне балалар, осылай. Бізде бағана натурал сан дегеніміз не еді? Натурал сан дегеніміз 1-дің өзі де кіреді, ары қарай шексіздікке дейін, иә? 1-дің өзі кіреді. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осы. Жақсылап дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, еске түсіріп алыңыздар. Бұл ешқандай қиындық туғызбай сіздер үшін. Сабаққа қатысқандарға, көргендерге үлкен бір лайк міне. Бай-бай.